Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 129 сабақ 44 жаттығу. Мәтінді оқы, ат қой. Жазғы демалыста Арман мен Нұрлан атасы мен әжесінің ауылына қыдырып барды. Бір уақыт аталарына көмектесті. Бау-бақшаны арам шөптерден тазартып, ретке келтірді. Бірде Арман Нұрланды шақырды. Ағаш түбінде шиқылдап жатқан сарыауыз балапанды көрді. Бұл ағаш басындағы ұядан құлап түскен торғайдың балапаны екен. Өзі кіп-кішкентай, жүні жоқ, қызыл шақа балапан шиқылдай береді. Арман сатыға шығып, балапанды ұясына қайта салды. Атасы немерелерінің бұл әрекетін құптады. Мәтін жыл 12 ай кітабынан алынған. Ал енді балалар, мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Мәтін неге 3 бөлікке бөлінген? Себебі мәтін 3 бөліктен тұрады, яғни 3 абзацтан тұрады. Әр бөліктің тақырыбын анықтап, оларға ат қой. Мәтін 3 абзацтан тұрады, сол 3 абзацқа ат қоюымыз керек біз. Бірінші, Арман мен Нұрланның ауылға баруы. Екінші, ұядан құлаған балапан. Үшінші, балалардың әрекеті деп тақырып қойсақ болады. Балапанды сипаттау мәтіннің қай бөлігінде берілген? Балапанды сипаттау мәтіннің екінші бөлігінде берілген. Онда өзі кіп-кішкентай, жүні жоқ, қызыл шақа балапан деп сипатталған. Келесі тапсырма сұрақтардың жауабын жаз. Бірінші, Арман мен Нұрлан аталарына қашан және қалай көмектесті? Арман мен Нұрлан ауылға барғанда аталарына бір уақыт бау-бақшаны арам шөптерден тазартып, ретке келтірді. Екінші сұрақ, олар қандай балапанды тауып алды? Олар кіп-кішкентай, жүні жоқ, қызыл шақа балапанды тауып алды. Үшінші сұрақ, балалар не істеді? Балалар құлаған балапанды ұясына қайта салды. Келесі бізде 45-ші жаттығу. Келесі беттегі сөздерді оқы. Оларды 4 бағанға бөліп, мына үлгі бойынша тақтаға жаз. Балалар, міне келесі беттегі сөзді астына жазып қойдым, ыңғайлы болу үшін. Бұл жерде етістіктің түрлері берілген, яғни негізгі етістік, туынды етістік, болымды етістік және де болымсыз етістік. Мына қарамен жазылған сөздерді осы 4 етістіктің түріне бөліп жазуымыз керек біз топтап. Яғни арқандады, мақтанба, кейін, ойла, майла, тұзда, шегеле, тербетпе, баспа, барма, оқы, үрле, үз, отыр, жүз, өкпелеме деген сөздер берілген. Ең алдымен негізгі етістік дегеніміз не? Соған тоқталайық. Негізгі етістік ешқандай түбірсіз етістіктің өзінен болады. Яғни жұрнақ, жалғау деген жалғанбайды. Демек, бұл жердегі негізгі етістіктер үз, жүз, отыр, оқы сөздері. Келесі балалар, туынды етістік. Енді туынды етістіктің не екеніне тоқталайық. Туынды етістік, яғни басқа сөз таптарына жұрнақ, жалғану арқылы жасалған етістіктер. Яғни бұл жердегі туынды етістіктер ойла, майла, тұзда, шегеле, үрле деген сөздер. Бұл сөздердің түбірін алып қарасаңыздар, яғни ой, май, тұз, шеге дегендер бұлар түбірі зат есім. Ал үрле дегеніміз түбірі үр, бұл негізгі етістік. Келесі болымды етістік. Балалар, болымды етістік дегенге тоқталып өтейік. Болымды етістік дегеніміз болып жатқан немесе болайын деп жатқан іс-әрекет. Бұл жердегі болымды етістіктер арқандады, кейін сөздері. Келесі болымсыз етістік. Балалар, ең алдымен болымсыз етістіктің де не екеніне тоқталып өтейік. Болымсыз етістік дегеніміз қимыл іс-әрекеттің болмауын, жүзеге аспауын болымсыз етістік дейміз. Бұл жердегі болымсыз етістіктер мақтанба, баспа, барма, тербетпе, өкпелеме сөздері. Балалар, сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. 46-шы жаттығу. Берілген сөздерге тиісті жұрнақтар жалғап, туынды есім жаса. Жас, көр, біл, айт, бал, дәулет, өнер деген сөздер берілген. Ал жанында ғыш, гіш, қыш,
лі, ті, дай деген жұрнақтар берілген екен. Енді тиісті жұрнақтарды жалғап біз сөздер құрастырамыз. Яғни жазғыш, көргіш, білгіш, айтқыш. Балдай, дәулетті, өнерлі деген тиісті жұрнақтарды жалғап сөз құрадық. Енді осы сөздерге қатыстырып сөйлемдер құрастырып жазып көрейік. Асыл, өнерлі оқушы. Ауылдың қымызы балдай. Ата-анасы бар адам, ең дәулетті адам. Балалар, бұл жердегі өнерлі, балдай, дәулетті деген сөздерді қатыстырып сөйлемдер құрастырдық. 47-ші жаттығу. Суретке қара. Оның тақырыбын анықта. Суретте не бейнеленген? Әңгімеле. Сурет бойынша әңгіме құра және құраған әңгімеңді айтуға дайындал және оны жаз. Балалар, біз суретте не көріп тұрмыз? Биік тауларды, ағып жатқан өзенді, әдемі табиғатты және де серуенге шыққан балаларды көріп тұрмыз. Демек, саяхат, серуен тақырыбында әңгіме құрауымыз керек. Әңгіменің тақырыбы тауға барғанда. Біз демалыс күні сыныбымызбен тауға бардық. Асылбек ағай бізге жол көрсетіп, таудың көрікті жерлерімен таныстырды. Таудың табиғаты тамаша. Таза ауа, самал жел, сылдырап аққан өзен мен сайраған құстардың дауысы адамға ерекше көңіл-күй сыйлайды. Таудың етегінде демалып, тамақтанып алдық та суға түсіп, гүл теріп, ойнап, үйге қайттық. Керемет демалыс болды. Енді жиі серуенге шығып тұрамыз деп шештік. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Осы видео сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде келесі шыққан сабақтарды оңай көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.